Айтқанда тоже жаңағыдай бір 200 адамсың да өзіңді өзің алдап жүрген. Солай жүріп адамдардың бизнестары құлап, бір үлкен бір нәрсені жасайды, масштабқа шығады. Бір қарасаң, Долговая яма. долговая ямада жатыр да. Жалпы қарыз туралы өзім айтайын, мен өзім қарыздан чемпион болғанмын. 40 миллион қарызға кіріп кеткен адаммын, альхамдулилля. 40 миллион қарызға кіріп кеткен, мен үшін әртүрлі банктан ғой. Бір банкта 5 миллион короче, бір банкта 6 миллион же, бір банкта 3 миллион көріс. Сол сөйтіп кіріп береді, кәсіп ашамын деп кіріп кеткем. Жалпы айтайын, қарызға байланысты не үшін? Вообще қарыздың артында ол эго жатыр ғой. Мен деп тұрсың ба? Мен әлемге докажу деп тұрмын да. Мен всем докажу болса қолмен ше. Андай қолмен короче. Я всем докажу деп тұрсын. Екіншіден қарызға кірген себебі жаңа дофамин яма ғой. Көп адамдар үлкен ақша тапқысы келеді. Миллион теңге тапқысы келеді. Миллион теңге тауып, бірақ 10 миллион теңге тапқысы келеді. Срочно табу керек, бірақ оны уточнить етпейді да, мен қалай табу керекпін. Мен табысын өсіру үшін жаңағында маркетинг жасаймын, продажаны өсірейін, командаларым емес, сразу 10 миллион табу керекпін. А мы ол 10 миллион қалай табуға бәрібір да. Сөйтсең қораға кіргізіп жібереді. Откат кетеді, сол 10 құтыласың, сонымен миыңда сенде галочка болады, 10 миллионден былайық таптың ғой деген сияқты. Үшіншіден, именно ақшаға байланысты, ол опять-таки яке ғой даке. Вообще в целом психологияда адам егер долговая яма кіріп кете беретін болса, вторичная выгода деген бар да. Менде де ол болған. Мысалы, саған әке-шешең сұрайды, даке көмектесіп жібер, мынандай болып жатыр.